Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен отбасының ең сүйікті салатының рецептісімен бөлісемін. Жалпы бұл салат аз ғана ингредиенттерден тұрады, дәмді әрі өте пайдалы, сіздерге де ұнайтыны сөзсіз. Ал енді бізге қажет заттар 3 қызылша, менде кішірек болған 3 алдым, біреу немесе 2 алсаңыздар болады. Картоп, сәбіз, зәйтүн майы, горох және татымына қарай тұз бен бұрышты аласыздар. Ең алдымен көкөністерімізді, яғни қызылша, сәбіз, картопты суға пісіріп аламыз жұмсарғанша. Содан соң осылай дәл видеодағыдай етіп 4 бұрышты кубикке турап аламыз. Ал енді үлкенірек ыдысқа көкөністерімізді салып, үстінен горохты қосамыз. Сондай-ақ 1 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Және татымына қарай тұз бен бұрышты сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, өте әдемі, дәмді салат. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Рахмет.